оңай. Қыздар, сабақ басталды. Спонсорымызға құрмет көрсетейік. Тықыр-тықырды сосын не қылсақ. Ұзатқан. Беззвучныйға алып қойсаңыздар. Кіріп отыр. Екі кісі кірмек. Бастаймыз. Қайырлы күн, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге мен Саниева Роза Қожахметқызының орнына өзім осы компанияда 2 жыл көлемінде сол кісінің шәкірті болып 80% ойлап, 20% әрекет жасау сабағын алдым. Мен сол алған өзімнің білімімді сіздерге беруге дайынмын. Өзімді таныстырып кетейін. Менің есімім Құралай Ділдаева Нұрғайыпқызы. Қазіргі таңда Саниева компаниясының лидер дәрежесіндегі бизнес серіктесімін. Енді осы Саниева компаниясына келген күннен бастап, ең бірінші сіздер сияқты жаңадан келіп жатқан бизнес серіктестер енді бірден бизнес басталуы кішкене қиындау болады әрине. Осы сабаққа қатысудың, әрбір сабаққа қатысып, өзіме осылай жазып, сол миыма құйғанның арқасында мен осы жетістікке жетіп отырмын. Енді неге айтады? 80% ойлап, 20% әрекет жасау. Бұл жерде құпияны 80% ойлауымыз керек. Қазіргі заман ойдың құпиясы, қатты меңгерсеңіздер, сіздер жетістікке тез жетесіздер. Өздеріңізге жазып алыңыздар, 80% ойлауымыз керек. Қазір сіздер қанша жерде жұмыс жасасаңыздар да, жетістікке олай жете алмайсыздар. Сондықтан да ойдың құпиясын дамытуымыз керек. Біз не ойлаймыз, сол болады. Біз ойымызды егер таза ұстасақ, ең бірінші таза ниет, таза ақыл болса, біз жетістікке тез жетеді екенбіз. Өмірде де, бизнесте де жетістікке жету үшін біз ойдың құпиясын қатты меңгерсек, біз жетістікке жете береміз. Енді сіздерге жаңа ойдың құпиясында ең біріншісінде біздің басынан бастап айтайын енді. Біздің миымыз ол тартылыс күші қатты тартады екен, ол заңдылық екен. Көзіміз көру үшін жаратып қойған ол заңдылық. Құлағымызда жақсы ақпаратты тыңдау үшін ол жасап қойған заңдылық екен. Сондықтан да біз егер ойымызды таза ұстап, өзімізге не керек екенін ғана білсек, біз әр нәрсені жақсы тартамыз. Ал енді сіздер күнделікті қазіргі болып жатқан ақпарат заманы, қазір болып жатқан теледидардан, қазіргі уақытқа байланысты ковидті көрсеңіздер, ананы өлтіріп кетіпті, әртүрлі сериалдар қарасаңыздар, егер сіздер енді айналаларыңызда туысқандарыңызбен сөйлесе қалсаңыздар, әртүрлі ақпараттар тыңдайсыздар ғой. Егер сол ақпараттардың бәрін сіздер өздеріңізге миларыңызға құя берсеңіздер, сіздердің миларыңызда не болады? Каша болады. Каша болады да сіздер бизнестарыңызды яғни жасай алмайсыздар. Сіздерге не керек екенін білмейсіздер, жетістікке жете алмайсыздар. Ал енді мен сол 2020 жылы январь, яғни февраль айынан бастап март айы бойы басталды. Бірақ сол жылы мен білесіздер өздеріңіз, енді жаңадан қосылып жатқан серіктестер білмейтін шығар. Менің жетістігім, мен өзіме не керек екенін ғана тыңдап, шыны керек, маған әсер еткен жоқ. Жаңағындай ақпарат тыңдасам да мен оны тыңдамағандай болдым. Бірақ білесіздер, ақшасы бар, лауазымды адамдар,
өнер жолында жүрген қаншама кісілеріміз өмірден өтіп жатты. Яғни егер бізде қорқыныш болса, бірінші очередь қорқынышты миымызға әкелсек, естеріңізде болсын, болды. Бірінші адамның ауру ол миға келеді екен. Ал егер миымызға кіргізбесек, біз ауырмаймыз. Сол кезде адамдарда қорқыныш болды. Қорқыныштан көп адамдарымыз қайтыс болып кетті. Түсіндіремін ба сіздерге? Бірінші бізге ауру миымызға келеді. Ал енді сіздер өздеріңізге не керек, соны ғана біліп, соны ғана жазып, соны ғана қаласаңыздар, сіздер тез тарта аласыздар. Енді бизнесқа келгеннен кейін сіздер ең бірінші 10 армандарыңызды жазып мақсатқа айландыруларыңыз керексіздер. Егер сіздер нақты өздеріңізге нақты не керек екенін білсеңіздер, соған ғана тартылыс күші жаңағы табыстарыңызды тарта аласыздар. Ал егер біз жаңағы келіп аламыз да, мен анаған жетуім керек деп жүресіздер, бірақ өздеріңізге нақты не керек екенін білмейсіздер. Егер біздің ойымызда арманымыз тұрса, нақты арманымыз тұрса, біз сол арманымызға нақты жете алады екенбіз. Егер біздің ойымызда қорқыныш, күдік, қандай да бір әртүрлі ойлар болса, біз жетістікке жете алмаймыз. Енді біздің Санива компаниясында бізде үлкен қазіргі таңда өзгерістер өте көп. Ең біріншіден осы компанияға келген кезде Қазақстанның 14 облысынан команда құрамын деп мен 1 жыл жаздым, қыздар. Білесіздер ме? 1 жыл жазғанда мен қалай құратынымды білмеймін, бірақ жаза бердім. Мақсатым осы жерде жетістікке жету. Өйткені мен осы бизнесқа келген кезде маған туысқандарым, подружкаларым, таныстарым, туған бауырым, сен бұл жерде істеме, сен жасай алмайсың, сен лучше басқа жақта жұмыс жаса деген сөздер маған жаңағыдай намысыма тиді. Мен сол кезде мақсат қойдым. Мен осы жерде жетемін жетістікке, үйренемін, мен айлығымды көтеремін дедім. Мен жаңадан келген кезде компанияға мақсат қойдым, 200 мың теңге айлық алдым деп. 200 мың теңге айлық алмай тұрған кезде мен 200 мың теңге айлық алдым деп, соны миыма кіргіздім. Мен көп кешіккен жоқпын, 200 мың теңге айлықты алдым. 200 мың теңге айлық алғаннан кейін мен 400 мың айлық алдым деп айттым. Өзіме 400 мың айлық алдым. 400 мың айлық алып жүрген кезде мен стабильно 500 мың алмаған кезде мен 500 мың теңге табыс көзін алдым деп айтатын болатын. Сол миыма қалай кірді, мен сол 500 мыңды табысты тарта бастадым. Қараңыздаршы, бұл жерде қарапайым құпия. Өзімнің миыма сол 500 мың теңгені 15 күн сайын алуды ғана өз мақсатыма кіргіздім. Ол 500 мың теңге маған не үшін қажет екенін мен соны ғана миыма кіргіздім, түсініңіздерші. Мен мақсатым үй алу. Мен қазір квартирада тұрам, маған үй алу және өзімнің қажетті, өзіме керекті жаңағы сотка алу керек болды, мысалы соткамды алдым, өзімнің қажетті заттарымды аламын деп жазам, соған қарай менің табыс көзім өсе бастады. Сондықтан да сіздерге айтатыным, бизнесқа келгеннен кейін бәріңізде бизнеста жаңағыдай қорқыныш болады, айналаңызда әртүрлі сөздер болады, кедергілер болады. Егер сіздер соны бойыңыздан алып тастап, тек өздеріңізге керекті ойларыңызға керекті ақпаратты ғана кіргізсеңіздер, сіздер жетістікке тез жете аласыздар. Былай ғой, сіздерге қарапайым түрде түсіндіріп кетейін. Енді жаңадан қосылып жатқан серіктестер үшін біз миымызды мынау адамның басы дейік, өзі, миымызда не бар? Ой. Жаңа айтып кеттім, бізге құлақтан кіреді сөздер, әртүрлі сөздер, көз жатады. Күнделікті ақпараттар. Сол ақпараттарды дайырсыз жетістікке жетеміз. Қарапайым түрде жерге бірінші егуіміз үшін мысалы картоп егу үшін бірінші жерге құнарлы жерге біз сәбіз ексек не шығады? Сәбіз сексек бізге сәбіз шығады.
Біз жақсы сәбіз, жақсы помидор алу үшін біз еккеннен кейін, дән еккеннен кейін біз не істейміз? Бұны арам шөптерден жұламыз. Күтіп баптаймыз, суарамыз, содан кейін барып жемісін жейміз. Сондықтан да айтқым келгені сіздерге, мына ойымызға, біз қазір ойымызды, миымызды таза ұстап, жаңағы арам шөптерден жылу деген ол жаман ойлардан өзіміздің ойымызды сақтау. Мысалы, біреу әңгіме айтып отырса, сіз оған әңгіме айтып қосылып, жаңағындай кетсеңіздер, сізде мақсатыңыз кетіп қалады. Сіз жаңағы келіп өзіңіз ойыңызға салдыңыз ғой, мысалы, сіздерге компанияға келгеннен кейін консультант дәрежесін жабу керексіз. 15 күнде 200 мың теңге айлыққа шығуыңыз керексіз. Болды, соны құйыңыздар. Ал енді соны шығару үшін сіздер соны сақтауларыңыз керек. Қараңыздар енді. Сәбізіміз шығу үшін біз не істейміз? Жаңағы түптедік, суғардық, арам шөптерден жылдық. Біз не істейміз? Жақсы сәбіз, жақсы помидор аламыз. Сол сияқты миымызға егер біз жақсы ақпаратты құйып, жаман ойдан сақтасақ, жаман күнделікті жаман ақпараттарды көруден сақтасақ, ойымызды 80% ұстап, егер 20% әрекет жасасақ, тек әрекет дегеніміз күнделікті істер. Ертеңінде тұрғаннан кейін, ұйқыдан тұрғаннан кейін WhatsApp-тың сторисына күнделікті біреудің WhatsApp-ын қарап отырғанша, өздеріңіздің WhatsApp-тарыңызға бүгін бір пост шығарыңыздар. Арықтау, яғни салмақ тастау бізде отзывтар өте көп. Жазба түрінде, видео түрінде шығарыңыздар. Және сол өнім туралы шығарып қойыңыздар. Болды, қиындатпаңыздар. Соны шығарыңыздар да отзывтарды шығарыңыздар. Содан кейін сіздің таныстарыңыз сіздің ақпаратыңызды көреді. Екінші күні тағы да өзіңізге коллаген туралы шығарыңыздар. Коллаген жасарту өнімі, жаңағыдай әртүрлі до-после деген суреттер бар ғой бізде коллагеннен алған. Коллагенді шығарыңыздар. Яғни сол әрекетті жасай беріңіздер. 20% әрекет түсіндіре аламын ба сіздерге? Ал енді 80% ойлаңыздар. Менің осы айда айлығым 200 мың теңге 15 күнде. 15 күнде 200 мың алдым. 200 мың теңгеңіз неге жаратасыз? Соны ғана біліңіздер. Болды, артық ештеңе кіргізбеңіздер. Ал енді сіздерге айтуы мүмкін, ой, осы жерде ақша таба аласың ба? Таба аласың ба? Ол таба аласың ба деген сөз не? Ол арам шөп. Ал сіз оны кіргізбесеңіздер, жаңағы арам шөптен қорғадыңыздар. Енді оны жемісін жеу үшін жаңағындай әрекеттер жасаймыз. Ертеңгіде тұрғаннан кейін қиындатпаймын. Тұрып, жаңағы ертеңгіде сағат өзімнің аффирмация, визуализациямды жасағаннан кейін суымды ішем. Одан кейін соткаға ең бірінші қараған кезде мен жаңағы WhatsApp-қа сала саламын. Енді Instagram-ды қатты жасап жатырмын. Бұрын салатын, қазір негізі мен WhatsApp жақсы жұмыс жасайды, мені білесіздер ме? Мына сторисқа білесіздер ғой, мына статусқа кіремін да, мен осыда не керек екенін кетіп сала саламын, болды. Күнделікті менің нем жаңағы әрекетім, мен шаршамаймын, соны сала берем. Адамдардың өздері хабарласады. Мысалы, сосын бір кезде өзім жетістігін салып қоямын, бір кезде өнімдерді саламын, бір кезде отзывтар саламын, бұның бәрі жұмыс жасайды. Түсіндіре алдым ғой сіздерге, иә? Таза ой, таза ниет, таза ақыл болу керек. Сонда ғана сіздер жетістікке тез жетесіздер. Ал ойыңызды тазалап отыру үшін не әрекет жасауымыз керек? Ойымызды тазалап отыру үшін сабаққа қатысамын. Роза апайдың әр суббота сайын сабағына қатысамын. Сосын өзіме керекті ақпараттарына тыңдаймын. Сосын көбінде аффирмация айтамын. Аффирмация ол мына біздің бұрынғы миымызда жазылып қалған нені тазалайды. Күнделікті сіздер аффирмацияны ойлап отырсыздар ғой, мен менеджермін, мен 500 мың теңге табыс тауып жатырмын, мен жоғарғы менеджермін, миллион теңге табыс тауып жатырмын, мен миллионершамын деген сияқты өздеріңіз кім болғыларыңыз келеді, қазірден бастап айтуларыңыз керексіздер. Сонда ғана сіздер басқа жаман ойды, біреудің сөзі, біреудің ойы сіздердің миларыңызға мүлде кірмейді. Сонда ғана сіздер ескі записті, бұрынғыны алып тастай аласыздар.
айтады ғой, прошлыймен өмір сүрме дейді. Прошлый деген ол сіздердің өтіп кеткендеріңіз болды, оны керек емес. Анау айтты, мынау айтты дегенді алып тастаңыздар да, өздеріңізге не керек соны ғана жасау керек. Сосын менде компанияда бізде промоушн болып тұрады ғой. Промоушн болған кезде мен ең бастысы айтамын. Қиындатпаймын. Қиын дегенді әкелмеймін миыма. Егер сіздер кішкене ғана күдік, ой қиын ғой, ой қайдан деген болса, болды алмайсыздар. Просто жазыңыздар, мен аламын. Бұл беріп тұрған мүмкіндік, мен жасауым керек, мен алуым керек деп айтсаңыздар, бірден аласыздар. Қашанда болса промоушн берілсе, мен қиындатпаймын. Мысалы, осы Новый годта айтты, әр статусқа байланысты менеджерден жоғары кім табысын көтереді, 10% беріледі деді. Мен сол моментте жазып алдым өзіме. Мен жаңағы айлығым 15 күнде 500 мың теңге, мен 50 мың теңге премия алдым деп өзіме жазып алдым. Сол жазғанның нәтижесінде мен и әрекеттерімді жасай бердім. Осы кезде түк мен ойыма әкелген жоқпын, шығып қыздар, қараңыздаршы, мен жасай аламын ба, жасай алмаймын ба деген мүлде мына жерге кіргізбеңіздер. Просто ойласаңыздар, мен жасай аламын, мен қолымнан келеді деп қана айтсаңыздар, бұл тез орындалады. Қандай сұрақтарыңыз бар тағы да? Миллион алу үшін не жасау керек? Айлықты миллионға көтеру үшін қалай жұмыс жасау керек? Айлықты миллионға жеткізу үшін бірінші сол миллион сізге не үшін керек екенін, не үшін қажет екенін білсеңіздер, миллионды сіздер аласыздар. Не үшін керек екенін жазып қойдық қой біз. Қабылдап келдіңіздер ғой, осы жерде жетістікке жетемін. Компаниямыздың барымыз басымыз күндік. Біздің әрбір жасап ісіміз, жасап кетіміздің бәрін бір алып тұр. Сондықтан да ниеттен түзу болды. Ниет деген не ол? Командаларыңызға келген әрбір адамға жақсы ойлап, сол әрбір келген адамды жетістікке жеткіземін деп ойласаңыздар, сіздердің жетістікке қалай жеткендеріңізді білмей қаласыздар. Бұл жерде қиындатудың түк керегі жоқ. Егер біз өзімізді ғана ойлай берсек, ол мен басында консультант жаппай тұрған кезде шыны керек, сатып кетуді, алып кетуді ғана ойлайтынмын. Мысалы, тек қана сатуды ғана ойлайтынмын. Білесіздер, сол кезде келген командам маған мен сатқым келмейді деп кетіп қалды. Сол қателікті жібермеу үшін баршаңызға айтатыным, бұл жерде компанияға келіп, өміріңізде бір рет тіркеліп, өзіңіздің бизнесіңізді жасайсыңыз деп тіркелгеннен кейін әрбір адамды қадағалап, ол адамның қабілеті неге бар? Егер ол өзіңіздің бизнесіңізге келген әрбір тіркелген адаммен сөйлесіңіздер, мүмкіндікті көрсетіңіздер. Егер ол сіз сияқты жетістікке жетем, маған үйретіңізші деп сіздің аузыңыздан, оның аузынан естісеңіздер ғана жаңағы мүмкіндікті көрсетіңіздер. Ал егер ол адам бизнес жасағысы келмейді, жай ғана жаңағы продавец, оған уақыттарыңызды кетірмеңіздер. Өзінің продавец болып жаңағындай жүре берсін, бірақ ол қадағалап отырыңыздар. Сіздерге айтатыным, осы жерде отырған, осы группада отырған бәріңізге айтатыным, не ашыңыздар жаңа топ ашып, топта әрбір өзіңіздің командаңызды сол жерге қосып, өзіңізді сол топта көрсетулеріңіз керек тұрғы сабақ отыр. Сонда ғана, мысалы мен жаңағы жан-жақтан келеді ғой, бизнес серіктестер болсын, таргеттен мүлде танымайтын адамдар болсын, мен айтамын, ой, жарайды, рахмет, мен керек кезде сізге хабарласам дейді. Сіздер оны, сіздердің ойларыңызбен жұмыс жасауларыңыз керек тұр ғой, бұл жерде ол кісінің ойы емес. Сіздер айтыңыздар, давайте сізді мен өзімнің тобыма қосып қойайын. Сізді жоғалтып алмайын. Сіз сол жерде компанияда мүмкіндіктер өте көп, бизнес туралы және отзывтар, мен сізге әрбір өнім туралы ақпарат беріп отырамын. Сол жерге сіздерді қосып қойайын дейсіздер де, группа ашып, сол жерге күнде әрқайсыларыңыз сабақ отырыңыздар. Мысалы, бір күні бір топтаманы алыңыздар да сол жерде. Мен енді өзімнің жаңағы немен бөлісіп жатырмын сіздерге. Бүгін тәжірибемен бөлісіп жатырмын. Бүгін бір топтаманы алыңыздар да, сағат кешкі 9-да, қай кезде жаңағы адамдар тамақтарын ішіп болғаннан кейін сол топтамаға сабақ жүргізіңіздер.
тоқтамаға сабақ жүргізгеннен кейін жаңа айтып отырмын ғой сіздерге, қазіргі заманда ақпарат заманы, мынау миымыз толып қалған адамдар, сіздер бір рет айтқан кезде ешқашан тыңдамайды, олар миларына кірмейді. Кірсе де бер жақтарымен тыңдайды да шығып кетеді, сізді ұмытып кетеді. Сондықтан да сіз қандай адаммен таныссаңыз да, группада таныссаңыз да, сізге таргет арқылы келсе де, инстаграм арқылы келсе де, сіз оны негізден шығармаңыздар, жаңағы өздеріңіздің назарыңыздан шығармаңыздар. Яғни сізге келіп тұрған адам ол, сіз ол адаммен жұмыс жасауыңыз керексіздер. Жұмыс жасағанда сіздер әрбір адамға уақыттарыңызды әрқайсысына 5 минут, 10 минут сайын звондап тұрғанда топтама құрыңыздар. Егер ол адам сіздің бір сабағыңызды тыңдағаннан кейін, ол адам сіздің әрбір сөзіңіз ұнағаннан кейін, ол жаңағы адам шықпайды сіздің группаңыздан. Білесіздер ме, менің 1 жыл бұрын ашып қойған тобымда қазір келіп тіркеліп жатыр. Просто 40 мың теңгесін салады да, сізге тіркелсем бола ма деп. Сосын айтамын, қай группадан десем, мен денсаулық зорбайлық деген ашып қойған бір группамда отырған кісілерім тіркеліп жатыр. Сосын сіздерге әрбір келген, мысалы, таргеттен келе ма, инстаграмнан келе ма, ол кісінің телефон номерін жазып, мысалы, қай қаладан екенін жазып, сіз ол кісімен сөйлескеннен кейін ол кісінің потенциясын көресіздер. Яғни сіз ол адамға, ол кісі жетістікке жеткенін қаласаңыздар, сіздер жазыңыздар. Мысалы, Айгүл Астанадан маған 40 мың теңгеге өнім алып тіркелді. Ой жібердіңіздер ма? Біздің ойымыз сақталмайды, ол орындалып кетеді. Біз не ойласақ, сол орындалады. Яғни 40 мың теңгеге тіркелді деп жазамын да, мен ой жіберемін, болды. Яғни Айгүл маған ешкімге күнделікті ақпарат беріп отырған жоқпын, бірақ маған өздері 40 мың теңгелерін салып, автомат қорғадым, жаман арам шөптерден қорғадым. Яғни мен ойыма жаман ақпараттар кіргізбедім, оны суғардым. Мен оның жемісін қазір жеп жатырмын, түсініңіздер ғой. Бизнесқа келе салып, мен адам тіркей алмай жатырмын, адамды қайдан аламын, мен адам шақыра алмай жатырмын, адам шақыратын бизнес па деген сұрақтарды ойларыңыздан алып тастаңыздар. Рас келдіңіздер ме бизнес жасауға, спонсорыңызға шығыңыздар. Мен не істеймін? Мен қайда келдім? Сосын өздеріңізге бұл жерден мен не аламын? Мақсат қойыңыздар. Мақсат деген не ол? Жаңа айтып жатырмын, енді осы жерде отырғанда көптеріңіз жаңағы мақсаттарыңызды дұрыс қоймай жатқан сияқтысыздар. Мен консультант жабамын, менеджер жабуым керек. Ол жақсы, бірақ сіздер жаңағы сізге не керек доходтарыңызды ойлаңыздар. Біріншіден, доход деген сіздердің табыстарыңыз. Тек қана мен мысалы директорды ойлай берсем, директорды ойлай бермеймін, мен директорға жеткенде мен қанша табысқа жеткім келеді, соны ойлаймын. Ол табысымды неге жұмсаймын, соны ойлаймын, сонда ғана мен алдыға жылжи аламын. Жаңағындай менеджер жабамын, 5 балл дей бермей, жаңағы өздеріңізге табыстарыңызды ойлаңыздар. Сосын неше адамды, консультант дәрежесінде неше адамды өзіңіздің бизнес партнеріңіз жасай аласыздар, соны ойлаңыздар. Бірінші 5 адамнан бастаңыздар. 10 адамға көбейтіңіздер. Әрбір келген, мысалы, келдіңіз ба бизнесқа? Бізге бестелес программасымен жұмыс жасау керек, тез-тез үйреніңіз. Қараңыздар. Кішкене көмектеріңіз керексіздер. Мысалы, сізде өзі Қожахмет қызын тапсырмасы. Бір адамды 2 адам шақырыңыздар бизнесқа. Осы 2 адамды үйретулеріңіз керек. Бірінші осыдан бастаңыздаршы, жаңадан қосылып жатқан бизнес серіктестер. Ол үшін өзіңіз дайын болуларыңыз керек. Өзіңіз өнімдерді жаттап, өзіңіз ойдың сабағын үйреніп алуыңыз керек. Өзіңіз маркетинг жоспарын үйреніп алсаңыз, сіз не істейсіз? Осыны 2 адамға үйрете аласыздар. Енді бұл кісі, мына кісі қалай еді? Бірінші 2 адам бол.
Бесеу. Бесеу шақырады ғой. Бесте. Әрқайсысы бес-бестен. Өзіміз 5 адам шақырамыз, әрқайсысы 5-ден шақырады. Жоқ, бірінші новичоктарға айтқым келіп жатқанда, мысалы, 2 адам болмас, ойда 2 адам. Иә, новичок 2 адам шақырды. Маңызы 2 адам шақырды. 2 адам шақырған кезде 4 адам. Мына 2 емес, мына 3 болады. 4 адам 2 адам шақырған кезде 8 адам болады. 8 адам 2 адам шақырған кезде 16. Енді мынаны 3 адам дейік. 3 адам 2 адам шақырған кезде бөлек 3. Просто соны көрсетіп жіберейік. 9 адам 3 адам шақырған кезде 27 адам 3 адам шақырған кезде 81. Енді 4 адам 16. 16 64 adam 256. 256. Енді 5 адамға келейік. 5 адам шақырған кезде 25 адам бизнесқа шақырса 125. 125 адам шақырса қанша? 625. Қараңыздар енді. 3125 деп атады. Бизнес жасап жатқан сіздер бәрі 5 адамға кірісіңіздер. Қараңыздаршы енді. Сіз келдіңіз бизнесқа, 2 адамды үйретесіздер. 2 адамды үйретесіздер. Ол 2 адам 2 адамды үйреткенге 4 адам болады. Сол 4 адам 2 адамды үйреткенде 8 адам. 8 адам 2 адамнан ғана үйретеді. 16 адам уже командаңызда. Енді осы жерде түсіндіргім келгені қараңыздар. Сіз егер 2 адамнан бастағанда қандай? 3 адамнан бастағанда уже сізде 81, 4 адамнан бастасаңыз 256, 5 адаммен бастасаңыз 3125 адам сіздің командаңызда болады. 1 адам үйреттің не, 2 адам үйреттің не, бірден 5 адам үйретсеңіздер, сіздер естейсіздер, тез статус жабасыздар. Біріншіден, мына жерде сіздің уже системаңызда бизнесті үйренген адам тез ары қарай жетістікке жетіп отырады. Сондықтан да бәрімізге келдің ба 40 000 теңгеге? Да боласыздар. Бірақ рет 5 адамды бизнесқа шақырасыз. Болды. Ол адамды үйретеміз, ол адам 5 адамды бизнесқа шақырады, сөйтіп не істейміз? Бестес программасымен біз тез жетістікке жетеді екенбіз. Қиындатудың түк керегі жоқ осы жерде. Сосын жаңағы әрекеттерді жасай береміз. Әрекет ең бірінші енді бизнесқа келгеннен кейін маркетинг жоспарды жаттауларыңыз керексіздер. Қай статуста, қанша ақша табыс көзін көресіздер, қандай сыйлықты қай уақытта аласыздар. Сосын компанияның жаңағы өнімдерін білген кезде, сосын бұл да бір университет қой, қыздар, байқасаңыздар. Университетке оқуға түссек, біз не істейміз? 5 жыл оқимыз. 5 жыл оқығаннан кейін диплом аламыз. Диплом алғаннан кейін барып, орналасып табыс таба бастаймыз. Ал енді сіздер түсінсеңіздер, бұл жерге келгеннен кейін сіздер тез оқып алып, 1 айға жетпей, 2 аптада сіздер бүкіл білімді алып, жетістікке бірден жетуге болады. Жүйелі бизнесқа келгеннен кейін сіздер бұл жерде ең бірінші өздеріңізбен жұмыс жасайсыздар. Ең басты ол сіздің ойыңыз тазаланады, бойыңыз тазаланады, жүрегіңіз тазаланады, сіздердің ұйықтап қалған қасиеттеріңіз ашыла бастайды. Бұл жерде сіздер бүкіл мамандықты меңгеріп шығасыздар. Сіздердің таланттарыңыз өскеннен қаншама адаммен жұмыс жасайсыздар, қаншама адамды жақсы жаққа табыс табуына өзгертесіздер. Сол кезде сіздер жетістікке жетесіздер. Түсініп алыңыздар, жүйелі маркетингте егер сіздер
миллиондап, миллиардтап табыс тапқыларыңыз келсе, біздің компания президенті айтқан команда құру керек. Команда құру ол маңызды. Ал енді 100 мың теңге, 200 мың теңге, 300 мың теңге табыс тапқыларыңыз келсе, онда тек қана сатып жүре бересіздер. Бұл жерде біздің компаниямызда сатып табыс табуға да болады, жаңағыдай команда құрып жетістікке тез жетуге болады. Команда деген ол өте керемет. Сіздер ойлайсыздар, команда құру қиын, адамды қайдан табам деген бүгіннен бастап сөз айтпаңыздар. Мен команда құрдым. Менің командамда, командаларыңызда қандай бизнес серіктестер, яғни қандай лидерлердің жұмыс жасағанын қалайсыздар. Ол үшін өздеріңіз лидер болуларыңыз керексіздер ғой. Өзіңіз мықты болсаңыз, ешкімнен көрмей қойыңыздар. Өзіңіз бірінші үйреніп істеңізші, соны адамға үйретесіздер. Жаңа мен айтқандай, бір адамға үйреттіңіз, 2 адамға үйреттіңіз, 3 адамға үйреттіңіз, 5 адамға үйреттіңіз. Міне 5-те-5 программасы осы, қиын түгілі жоқ. Алысқа барудың керегі жоқ. Мен осыны жасаған кезде жетістікке жеттім. Бұл жерде менің ең қарапайым, әркімнің айтқан сөзіне ренжіген жоқпын. Білсем де тез кешірімді болдым. Несін айтады? Біреудің жасағанын көріп тұрсам да, кешіре салып көрмегендей, оның бәрі маған не керек? Мысалы, біреудің айтқан сөзін біреуге жеткізбеймін, бұл жерде құпия жетістіктегі. Егер мен сол біреудің айтқан сөзін миыма кіргізіп, біреуге жеткізіп отырсам, менің уақытым кетеді ғой. Мен одан да сол уақытқа өзіме керекті ақпаратты миыма кіргізіп, қазіргі таңда арманымды жазамын, өзіме не керек екенін жазамын. Ал енді біреуді обсуждать етіп дейді, жаңа біреуді өсектеп, керек емес әңгіме айтып, біреуге жаңа сөз тасып, ренжіп, олардың бәрін мен уақытысында қоя салдым. Мен сол менің қарапайым жеткен жетістігім, өзіме не керек екенін біліп, осы әрекеттерді жасап, өзіме керекті күнделікті арман мақсатымды жазып, жоспарымды жазып. Енді осы кезде бизнес серіктестерге айтатын жоспар ол өте маңызды. Жоспарды күнделікті кешке жақын жазамыз. Ертеңгі күніңіздің қалай өткенін. Ертеңгі күнін сіз не істейсіз? Қанша табыс тапқыңыз келеді? Қанша мың теңгеге тағайындама жасағыңыз келеді? Соны ойлауыңыз керексіздер. Сіздер қорықпаңыздар. Сіздерде жаңағыдай сіз нені қалайсыз? Жалпы жан дүниеңіз нені қалайды? Соны ғана жазып, соны ғана ойлай берсеңіздерші. Сіз мысалы сізде команда жоқ болуы мүмкін, бірақ сіз ертең ойлаңыз, ертең мен командама мықты бизнес серіктес тіркедім. Мен 5 адам тіркедім. 5 адамды өте оңай жеңіл тіркедім деп жазып қойыңыз бүгін түнде. Не істейсіз? Сіз миыңызға түн ішінде программа кіргізесіз, 5 адам тіркей алатыныңызды. Яғни сіздің миыңыз соны жасап береді ғой. Жетістіктің кілті сол, ең бастысы, жан дүниеңіз таза болу керек. Ойыңыз таза болу керек, ниетіңіз таза болу керек. Ниет дегенді осы кезде түсіндіріп кеткім келіп отыр. Енді біз компанияда бизнес бастағаннан кейін жаңадан қосылған бизнес серіктестер, компанияда сіздердің бәрлеріңізде ең бірінші біз не істейміз? Біздің құндылығымыз, өнім ұсынамыз халыққа. Сіздер бір шайды, бір өнімді берсеңіздер де ниет етіп беріңіздер. Осы кісі осы шайдан жазылып кетсе екен. Жазып кетті, яғни бүгінгі шақпен жазасыздар да. Мысалы, менің танысыңыз тіркелген кісіні, или өнім алған кісінің аты жөнін жазасыздар да. Бүйрек шайынан жақсы нәтиже алды. Әйелдер шайынан жақсы нәтиже алды. Өнім ұнап, менің командама 40 мың теңгеден 40 мың теңгесін салып, менің командама тіркелді, бизнес жасап жатыр деп қана ойлайсыздар. Түсіндіре алдым ма сіздерге? Қиындатудың түк керегі жоқ бұл жерде. Сіз жаңа айтып отырмын ғой, ой тұрмайды, ол ой орындалып кетеді. Біз не ойлаймыз, нені әкелеміз миға, сол орындалып кете береді. Сондықтан да командаңызға бір бизнес серіктес тіркелсе де, соны айтасыздар. Мен оны жазушылар сияқты жазамын ғой. Тіркелді, жақсы нәтиже алды, команда құрып жатыр, жұмыс жасап жатыр. Яғни мен ол адамның жетістікке жеткенін, ол адамның денсаулығы жақсарғанын ойлаймын, қалаймын.
яғни ол не істейді, орындалып кетеді. Ал бұл жерде мен күмән әкелмеймін, ой көмектесе ма, көмектеспей ма, істемей ма деген ойды мүлде әкелмеймін. Оны әкелудің керек жоқ. Егер сіздер сондай ой келіп тұрса, қайтадан ойларыңызды түзеңіз де, бұл кісі жақсы нәтиже алады. Бұл кісі осы өніммен жазылды. Бұл кісі менің командама тіркеліп, менің лидерім болып жатыр деген жай ғана ойды әкеле салыңыздар, болды. Сіздің ойыңыз не істейді, ол жұмыс жасайды. Менің практикамда соңғы кезде осы жаңағы ойдың құпиясы именно бизнесқа келген кездегі мен жаңағы адамға жазып тастаймын. Бизнес жасап жатыр, склад ашты, жұмыс жасап жатыр деп, соның бәрі орындалып жатыр. Бұл бір сказка сияқты да, бола береді, неге деп жаңағы мен ашсам мен жазып қояды екен. Жазып қойғаным. Сосын әлі күні мен осы январьда күніне 2 адамнан тіркеймін, 15 күнде 30 адам тіркеймін деп жазып қойған екен. Күніне 2 адамның автоматты түрде тіркеп жатыр. Білмеймін қаяқтан келеді, 40 мың теңгеден тіркеліп жатыр, ертеңгіден бастап. Сөйтсем мен оны жазып қойыппын. Қараңыздаршы, жазып қойғанда ұмытып кеткем. 28 күні ма, 27 күні мен план жазған екен. Сонда өзім бір айда 60 адамды бизнесқа тіркеуді ойлағам. 60 адамды тіркесем осындай доход болады екен. Командамнан өзімнің лидерларымның үстінен мен отырып жазайын. Мысалы, әрбір лидерім, мысалы, қазір 1 миллион теңге товар айналым жасап жатырмын, мен ол лидерім 3 миллион, 5 миллион жасап жатыр деп өзім жазып отырамын. Яғни мен не ойлаймын, сол болады, мен ол жасай алмайды. Ой, жасай алмайды деп қойсам не істейді? Ол жасай алмайды әрине. Мен өзімнің бүкіл командамды жазамын. Командамда кім бар, тұтынушы бар ма, бизнес серіктес бар ма, менеджер бар ма, лидер бар ма, әр қайсының қасына қанша товар айналым бергенін жазамын. Сонда товар айналым берген кезде менің жаңағы табыс көзім неге жететінін мен соны соңғы конечный біле отырамын. Осы кезде сіздерге айтқым келгені, конечныйды көріңіздер. Мысалы, осы айда 15 күнде өздеріңізге міндетті түрде жоспар жазыңыздар. Сіз менеджерсіз, Баян ханым, мысалы. Менеджерсіз қанша адамды консультантқа дайындайсыз? 5 адамды. 5 адамды консультантқа дайындаған кезде әрқайсының товар айналымы қанша адам болады? 1 миллион бір жағында. Қанша бизнес серіктес тіркейсіз 15 күнде? 15 күнде 50. 50 Қалғанымен 100. 50 бизнес серіктес тіркеген кезде сіз одан қанша доход аласыз? Егер 50 жазсам, мен чисто 15 күнде 150 мың теңге доход аламын. Тікелей содан ғана ма, общий ма? Общий командамен бірге 50 адам тіркесек, командамнан және өзім мен тіркегенім бар, содан 150 мың теңге 15 күнде жалақы аламын, мен жазып аламын. Өте жақсы. Қараңыздар, бұл кезде біз өзіміздің нақты жоспарымызды біліп, нақты конечныйды білген кезде біз соған қарай қиындатпаймыз. Бастысы жоспар жазамыз, қай жаққа баратқанымызды білеміз, не алатынымызды білеміз, және әрекет жасай береміз. Болды. 80% ойлаймыз, 20% әрекет жасаймыз. Әрекетіміз сол, сторис шығарамыз, сторисқа, сосын прямой эфирға шығамыз. Прямой эфирға бір өнімді айтсаңыздар, шығыңыздар, нәтиже айтып шығыңыздар, өздеріңіздің нәтижелеріңізді бөлісіңіздер, өйткені сіздерді қаншама адам бақылап отыр, қаншама адам сіздерге сеніп отыр. Естеріңізде болсын, сіздер Санива компаниясына келіп тіркелгеннен кейін сіздер бұл жерге жайдан жай келген жоқсыздар. Ештеңе мына өмірде жайдан жай ештеңе болмайды. Сіздер кәдімгідей үлкен бір бизнесті бастап жатсыздар. Үлкен бұл проект Санива компаниясы Алланың қалауымен ашылып отыр. Біздің қолымызда қаншама өнім бар, халықтың жағдайын жақсартып жатқан, сол өнімдерімізді халыққа айтуымыз керек. Біздің маркетинг планымыз қандай жақсы, қандай керемет, қарапайым түрде әрбір адам компаниямызға келгеннің, әрбір бизнес серіктесіміз табыс көзін алып жатыр. Мысалы, артықшылығын айтайын осы компаниямыздың, өнім алып тіркелгеннен кейін өзіңізге бір шай алсаңыз да, бір крем алсаңыз да 20% бизнес бонус тауып отырасыз компанияда. Егер сіз оны бір кісіге алып сатып жіберсеңіз 25% үстінен көріп отырасыздар. Ай сайын сізге 15 күн сайын мысалы осындай товар айналым жаса, жасамасаң күйіп кетесің деп жатқан жоқ. Бұл жерде талап жоқ, активация жоқ, бал күймейді. Жасап келе жатып ары қарай жасай бересіздер, оны алып жатсыздар. Сыйлықтардың бәрі ақшалай беріледі. Біз осыны ғана айта беруіміз керек. Мысалы, прямойға шығыңызда мүмкіндіктерді айта беріңіздер. Жаңа айтып отырмын, бір рет айтқан ол жетпейді, екінші рет айтқан ол жетпейді. Күнделікті айта беріңіздер. Мысалы, мен өзім прямой эфирға шыққанда байқайтыным,
маған подписчиктер көп жазылады екен. Прямой эфирден кейін менде сұраныс көп болады. Прямой эфирден кейін бірден 40 мың теңгеден салып тіркеліп жатады мысалы. Бұрын байқап қарап отқан адамдарға прямой эфирға шыққан кезде бұл жүректен шыққан сөз негізі жүрекке жетеді ғой. Бірден сізге жүрегіне жетіп жаңағы тіркеліп жатады. Кейбір адамдар шешім қабылдай алмай жүреді. Мысалы сіздің сторисіңізді қарап жүру мүмкін, сіздің постыңызды қарап жүру мүмкін, бірақ ойланып жүреді да шешім қабылдай алмайды. Ал енді сіз прямой эфирға шыққан кезде сіздің жаңағы сіздің сол кезде жаңа адамдарға айтып жатқан шынайы нәтижелеріңізді, сіздің жауап жаңағыдай қалай айтсам болады, сіз сол жерде сеніммен айтып жатасыз ғой, жауапкершілік алып, сол сіздің жүрегіңізден шыққан сөзіңізді ол кісіге жеткен кезде ол кісі бірден тіркелетініне мен көзім жетті. Сондықтан да қиындатпай өзімізге керекті жаңағы 20% әрекетімізді жасай береміз, ойымызды қадағалаймыз, арам шөптерден ол жаңағы арам шөбіміз, біреудің сөзі, біреудің ойы, теледидарда болып жатқан ақпараттар, күнделікті WhatsApp-қа келген ақпараттарды ашпаймыз, оны басқа біреулерге жібермейміз, мүлде тыңдамаңыздар. Оның бәрі бізге қазір сондай заманда миыңызға кіріп кетті, болды. Ол сіз соны біраздан кейін шай ішіп отырсаңыз да ойлап отырасыздар. Ал енді сізде шай ішіп отырған кезде не істеулеріңіз керек? Өз мақсаттарыңызды ойлап отыруларыңыз керексіздер. Ал егер жаңағы ковид, қазір адамдар ковид қаптап кетті, мынау өліп жатыр, мынау бүйтіп жатыр дегенді миыңызға кіргізсеңіздер, сол күні сол адамдар сондай ақпараттарды ғана тарта бересіздер. Осы кезде айтқым келгені, біз жақсы ой ойласақ, тек жақсыны тартамыз, жақсы ақпараттарды. Сондықтан да бүгіннен бастап жақсы ой, жақсы сөз сөйлейік, жақсы сөйлейік, жақсылықты ғана тартамыз. Ал енді жаман ой әкелсек, тек жаманшылықты ғана тарта береміз. Ол қарапайым, ол заңдылық. Мысалы біз жаман ой ойлай берсек, сіздің аяқ асты семьяңызда бір жағдай болуы мүмкін. Одан кейін тағы отбасыңызда, жұмысыңызда, жұмысыңыз жүрмей қалады. Сосын жаңағы тоже заңдылық өсек. Дайбат айтпаймыз, ол біздің несібемізді қияды. Мысалы біз осы жерде қанша адам отырмыз, жаңа айтады ғой, біздің сөзімізді бір алла естіп отыр. Сондықтан да біз не сөйлесек те, не ойласақ та біздің ойымыздың бәрін тексерулі. Сондықтан да тек бүгіннен бастап жақсы ой ойлаймыз. Ойымызды сақтайық, жаңағыдай жаман ой кіргізбейік. Енді осы кезде тағы бір айтып кеткім келіп отыр. Жаңағы өмірде бізде айналамызда болып жатқан ситуацияның бәрі ол от сияқты екен. Жанып тұрған отты білесіздер ғой, любой жанып тұрған отқа біз егер кіріп келсек не істейміз? Өртеніп кетеміз сол отпен бірге. Сондықтан да тағы да айтамын, болып жатқан, қазіргі заманда болып жатқан ситуацияларды, ақпараттарды қабылдамаймыз. Егер қабылдасақ, біз жаңағыдай мақсатымыздан бұрылып кетеміз да, жетістікке жетпей қаламыз. Өмірде де, бизнесте де. Сондықтан да біздің айналамызда болып жатқан біреудің сөзі, біреудің ойы ешқандай жаңа жанып тұрған отқа кірмейміз. Міне сондықтан да өзіміздің ойымызды қорғау арқылы біз жетістікке жетеміз. Сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңызға жауап алуыңызды тілеймін. Тағы бір заңдылық, ойларыңыз қайда, қуатыңыз сонда дейді. Біз жаңағыдай, егер біз какой-то болмайтын бір болмас нәрсеге настроениемізді құрсақ, біздің энергиямыз кетіп қалады, болды. Энергия жоғалғаннан кейін біз не істей аламыз? Біздің жаңағы настроениеміз түседі, жаңағыдай ойымыз бітті, сол жерде қалады. Ал енді біз бұл жерде қатты білімді болып, қатты жаңағыдай гений болудың қажеті жоқ. Бұл жерде сіз өзіңізге не керек екенін біліп, ойыңызды таза ұстап позитив болу керек. Позитив деген күліп жүріңіздер, ойыңыз таза болса, сіздер жақсылықты тез тарта аласыздар. Ал егер сіз бұл жерде бүкіл жаттап алыңыз, бәрін білесіз, бірақ сіз настроениеңіз жоқ, сізде эмоция болмаса, сіздер жетістікке жете алмайсыздар. Жетістіктің жетінің бір кілті эмоция, позитив. Ертеңінде тұрғаннан бастап, өзлеріңіздің күндеріңізді қалай өткілеріңіз келеді, бастаңыздар. Менің бүгін күнім күшті, мен жақсылықты тартып жатырмын, маған бүгін табыс келіп жатыр, мен жетістікке тез жетемін, маған жетістік тез келеді, мен
ақша маған өзендей ағып келіп жатыр, ақшаның мен магнитімін, адамдар маған ағылып келіп жатыр деген аффирмацияны көп айтыңыздар. Енді өзім соны айтамын да, яғни сол аффирмация маған қуат береді, күш қуат береді. Сосын өзіме не керек екенін айтамын. Мен мысалы әр 15 күн сайын 1 миллион теңге табыс тауып жатырмын, айына 2 миллион теңге табыс тауып жатырмын, деректі дәрежесіне тез жеттім деген сияқты аффирмацияларды көп айтамын. Сол аффирмация, ой таза, жақсы ойлау, жақсы сөз, осының бәрі бізді жетістікке жеткізе алады. Қандай сұрақтарыңыз бар? Күшті болды. Молодец. Егер мақсат туралы сізге айтқым келгенім, егер біз жаңағы бәрімізге айтатыным, бізге бір не қатты қажет болмаса, жай ғана ойлап, жай ғана жазып жүрсек, ол қиял сияқты болып қалады екен. Сондықтан да мақсаттарыңызды айқындап алыңыздар. Егер сіздер мақсаттарыңыз шашырап жүрсе де, сіздердің жаңағы не қалап тұрғандарыңызға жете алмайсыздар. Нақты қойыңыздар. Сосын сіздерде қазір ондай ақша болмауы мүмкін, бірақ өздеріңізге жаңа айтады ғой, бізге нәпсілеріңізді қуантып үйреніңіздер деп. Біз айтамыз, содан кейін болған кезде аламын, жоқ, қазір алып үлгеріңіздер. Мақсат қойыңыздар. Осы 15 күндікте менің табысым 500 мың теңге, мысалы. Егер мен 500 мың теңгеден ассам, мен өзіме сыйлық аламын. Өзіме осыны аламын. Өзіме осыны аламын. 500 мың теңгені сіздің планыңызда тұр, мысалы. Мен 500 мың теңгені жаңа 15 күн сайын салуым керек. 500 мыңнан асыруым керек та, мысалы. Жаңадан келген бизнес серіктестер жазыңыздар, 200 мың теңге табысқа жетсе, мен өзіме осыны аламын. Мақсаттарыңызды жазыңыздар. Обязательно өздеріңіздің, егер сіздер ішкі жан дүниелеріңізді қуантпасаңыздар, нәпсілеріңізді қуантпасаңыздар, тапқан табыстарыңыз жаңағы дәріге, сіздердің туысқандарыңыз алып қалады, өздеріңіз алып қаласыздар, соған ақшалар жұмсалып кетеді екен. Мен осы құпияны түсініп алдым негізі. Сондықтан да біздің бәрімізде, ол менде де болды, ол қателік үшін. Пока мен ақша жасап алайын, бірінші жинап алайын, сонен кейін аламын, сонен кейін қоямын дегенді қойыңыздар. Енді Роза Қожахметқызы үйретті ғой, ең бірінші жаңағы артығымен жазып қойыңыз керек, иә? Иә, артығымен жазып қойыңыз керек. Сіздер өздеріңізге сөз беріңіздер. Мен осы 15 күндікте 300 мың теңге табыс табамын. 300 мың теңгеден, мысалы, 300 мың теңгеңіз неге жетіп тұр? Жоқ, 500 мың теңге табысқа қойсаңыздар, 300 мыңыңызды жаңағы жетесіздер ғой мақсатыңызға, бірақ мен мына 100 мың теңгесіне өзіме керекті заттарыңызды жазып қойыңыздар. Түсін, түрін, нақты бағасын. Инстаграмда қазір көп қой. Сумка аласыздар ма? Сумка, қандай сумка аласыздар? Қалаған сумкаңызды жазып қойыңыздар. 25 мың ба, 30 мың ба жазып, осыны аламын. Мен осы жетістікке жетсем, осындай товар айналымын берсем, осындай табысқа зарплатамды көтерсем, мен соны аламын деп сіздер қойсаңыздар, не істейді? Нәпсілеріңіз қуанып, о дейді да, сізге бәрін жасап береді. Сонда сіздер өздеріңізге керекті табыстарыңыздан бөлек жаңа мақсат. Өйткені сіздерде болуы мүмкін, бәріңізде түсінемін, бәріміз квартирада тұрамыз, иә? Квартираға төлейміз, күнделікті тамаққа аламыз, одан кейін жаңағы кредитіміз бар деген сияқты. Солардан қалған ақшадан сіз өзіңізге жаңағы ақша откладывать етіп үйреніңіздер. 10% деген не ол? Оны білесіздер, бәрлеріңіз, 10% жинамасыздар ба, қалай сіздер миларыңызға мен жинаймын, мен сол ақшаны өзіме табысты алам деген кезде барып, сіздердің ақшаларыңызға береке келе бастайды. Ал егер сіздер миларыңызға жинау, жаңағы өзіңізге керекті мақсатыңызды алам деген кіргізбесеңіздер, сіздердің тапқан табыстарыңыз біреудің мақсатына жұмыс жасап кетеді. Біреудің мақсаты деген не ол қалай? Туысқандарыңыз, ең жақын туысқандарыңызға бір өзіне жаңағындай қажет болып қалуы мүмкін, сізден сол үшін ақша сұрайды. Сіздің ең жақыныңызға бір нәрсесіне, жаңағы денсаулығына тоже керек болып қалуы мүмкін. Яғни сіздердің тапқан табыстарыңыз ол кетіп қала береді. Ал егер сіздер өзіме керек, өзіме мақсат қойсаңыздар, өзім жинаймын, өзіме осыны аламын, осы жерге ресторанға барамын, өзімді қуантамын, косметологқа барамын деп ай сайын өздеріңізге жазып отырсаңыздар, сол мақсаттарыңызға келеді. Өздеріңізден аямаңыздар. Жаңағыдай сараң болып кетпе дейді ғой Роза Қожахметқызы. Тапқаныңа қарай жұмса дейді.
соны біліп алыңыздар. Ал біз иногда өзімізге қателік жасаймыз. Келіп тұрған табыс келмей қалуы да мүмкін. Өйткені сіздің нәпсілеріңіз қуанбайынша, нәпсіні қуантып үйренуіміз керек. Нәпсі дегеніміз не? Ол біздің жан дүниеміз. Біз өзіміз болмасақ, ол ақша таппаймыз ғой. Біз болмасақ, мысалы, біз не істейміз? Біз ертеңінде тұрамыз, әрекет жасаймыз, визуализация жасаймыз, аффирмация жасаймыз, адамдарға ақпарат береміз, ұйқымызды қиямыз, арман мақсат жазамыз. Біз не істейміз? Біз әрекет жасап жатырмыз, біз еңбек етіп жатырмыз. Сондықтан да біз өзімізді бірінші қуантпай, өзімізді жақсы тамақ алып, өзімізді жақсы киім әперіп, өзіміздің қалауымызды жасамасақ, табыс та келмейді. Ал енді бүгінше осымен сабағымды аяқтаймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Керемет сабақ.